Есбол Құдайберген, бір сипар. Тербете қой, үмітіңді үзбе қарағым деп, жабдықтаулы бесігін Мәрияның қолына ұстатып жатып, өң түсі белгісіз бір жан ғайып болды. Ояна келсе түс екен. Онсыз да бала сүюден үмітін үзбей келген Мәрияның бұл түсі, үміт ұшқынын одан әрмен күшейтті. Тұла бойын қуаныш кернеп, осы бір тебіреністі баса алмай, ойын бірден жеткізбек болып отағасы серік тоятты. Отағасы, тұршы, жағымды жаңалығым бар. Таң атпай не жаңалық? Түс көргеннен саумысың? Иә жаным деп Мәрия көрген түсін баяндады. Қандай тамаша, неткен жақсы түс. Отасқанымызға 10 жылдан асса да, пұшпағың бір қанамаған еді. Ақ ниетіміз қабылданып, арманымыз орындалатынға ұқсайды. Осы бағдардан жазбайық, алға бірге басайық деп, жан-жарының мойнынан құшақтай алды. Сол күні ақсарбас қойды әкесінің алдына келген серік. Ақ батаңды бер, аяулы әке, көрген түсімізге садақа жасаймын. Ал, бата десең міне бата, қызырың қияласын, бақ дәулет ұяласын. Күндер зулап өтіп жатыр. Арманына жетуге екеуі береке бірлікті күшейтіп, одан әрмен тату-тәтті өмір сүріп жатты. Әр күнгі болымсыз нәрседен қызық іздеп, сылдыр еткен нәрсенің өзінен балалары кәмпит салған жерді сылдырлатқандай сезім кешкен екеуі тырық-тырық күледі. Жазғы тұрымның қар езіліп, көк майсасы еріне шыққан күннің шұғыласы шаңырақтардан астамзи қарай бастаған шақта Мәрия екінші түсін көрді. Ұлы дала, іші әсемдікке толған гүлмен көмкерілген, ұшық ері жоқ бау-бақшалы орман ғой. Табиғат соншалық көркем болғанымен, ауа райы лезде өзгеріп, ойындағы бір ащы толғақты онан әрі асқындырып, үмітсіздендіріп, жан-жағын қара түнек басып, бүкіл табиғат, тау дала, аң-құс қосам жарланып үн қатып, сенің күйеуің қубас, бала сүйе алмайсыңдар. Жоқ, сүйеміз. Қубастан қайтып бала көтересің, одан ертерек арыл. Жоқ, арылмаймын өлсемде, үміт үзбеймін, дұшпандарым жоғалыңдар, жоғалыңдар, кетіңдер әр деп, өз жастығын жұмарлап ұйқысынан аптығып шошып оянады. Осы бір үрей ұялатқан сенімсіздік пен сенімнің тартысына салған түсінен кейін, бірнеше сағат суық тер басып, дегбірсізденіп тағы да отағасын оятады. Отағасы, шын үмітім үзілді. Түсімде де, өңімде де, сені басқалар қубас еркек, мені тумас қатын атап жүр. Осы мазаққа төзе алар емеспін. Қойшы жаным, ел не демейді? Түсіңе сеніміңді шайқалтып, шалапыла бірдеңелер енсе, онда шайтан екеш шайтан да екеуміздің балалы болатынымызды біліп қызғанып жатқаны. Уәдемізді бұзбайық, арман туымызды жықпайық. Ұйықта болды. Таң атпай түрткілегеніңді қойшы деп жымиып бетінен сүйді. Қайтадан ұйқыға кетті екеуі. Ұйықтай салуын күтіп тұр екен, үшінші түс өз терезесін ашты. Өріске толған 4 түлік мал, ақбоз үйлерден түтін будақтайды. Таз иттер, томағасы тартылмаған қырандар, сал серлер ән салып, билеп жүрген қыз-келіншектер, күмбірлеген күйіндері, кәдімгі қазақ ауылының көріністері көз алдынан өтіп жатады. Осы көріністен жанына тоят алып, сергі боянған келін үйінің түндігін ерте түріп, отын ерте жағып, жаңа туған сиырының ұзын дайындап, енді оянған отағасына қарай апара жатты. Келіннің бауырының айтуынша, Әбілмәмбет хан мен Абылай ханға жолдас болған айтулы батыр, киелі ер, Сүйіндік Олжабай батыр, қалмаққа қарсы жорыққа аттанып бара жатып, ауылдың шетінен орын тауып, күркесін құрып түнеп жатыр екен. Осы хабарды естісімен Мәрия амалын тауып батырдың күркесіне кіруге бекіді. Ел жұрт тынышталып, әбден ұйқыға батқан мезгілде, ешкімге сездірместен батырдың күркесіне еніп кетеді. Қағылез батыр аяқ дыбысынан сыртта келген адам әйел екенін біліп, секем алып, қылышын қынабынан суырмастан: "Шырағым, салтты бұзып, ардаттаған жүрек жұтқан қай пендесің?" "Батыр еке, кешіріңіз, борбайынан суы сорғалған жалаңбұт жаман әйел емеспін. Сіздің атақ даңқыңызды естіп, бұйымтайыммен келіп едім." "Е, кідірмей анық жеткіз айтар ойыңды." Әйел күркенің аузын ашып: "Жұрттың бәрі байымды қубас, мені тумас жексұрын қатын атап жүр. Мергеннен сыралғы, батырдан сауға деген киелі сөзге жүгініп, бір атым оғын кіндігімді нысана етсе аямас деп алдыңызға келдім. Алдыңызда күнәһар болған басымды алсаңыз да мейлі, разымын."
күйеуімді қубаса тандырғым келмейді. Бала көтергім келеді. Жә, қалқам, онда мені тыңда. Ағылпадай ақ ниетіңнен айналайын. Бір үйдің алтын басты келіні боларсың. Адам баласына отау көтеріп бала сүю әрине ырыс іс. Ол сенің ұрпағың саналады. Оны бағып қағу, жетілдіру, адам қатарына қосу міндетің. Қаншама жеткіншектер тірі жетім болып жүр. Қаншалаған сәби әке шешесінің шынайы мейіріне бөлене алмай жүр. Күрсініп барып, «Ай, надандар-ай, сол ұрпағымен бақыт екенін сезін алмай дүниеден өтеді. Әр нәрсенің өз сұрауы, өз теңшеуі және иесі бар. Мен Олжабай болып батыр атанып атарғасына қонғалы, біреудің ала жібін аттап, өз жарымнан басқа бөтен әйелдің етегін ашып көрмеп едім. Кәрі бол, жас бол, адам өз арының аманатына берік тұрып, асыл қасиетін сақтағаны жөн. Мен сенің ақ ниетіңді қабыл алдым». Олжабай батыр әйелге қолын созып, «Кел бері, басыңды шалқайт». Жақын келіп батырдың жаюлы тұрған сырмағына жүгініп отыра қалып, әппақ тамағын шалқайтып басын көтерді. «Өзің бала жандысың, балаға деген шын ниетің артып тұр екен. Мендегі қасиет аз да болса ұрпағыңа дарсын. Балаңның атын Олжабай қой» деп, кіндігінен жүндігіне дейін бір сипап, «Ал кете бер, келер жылы қыстың соңында ұл табасың» дейді. Батырдың бір сипауымен балалу тілегі қабылданып, айтқанындай келер қыстың соңында балпанақтай ұл табады. Ұлының атын Олжабай қойған. Сол Олжабай есейе келе ел ісіне араласқан кемеңгер болған. Мен бірде архив ақтарып отырып, Қарқаралыда әкімшілік орын алғаш құрылғанда, ел билеуге атсалысқан алғадай кісілердің ең алдынан осы кісінің аты жөнін көрдім. Есбол Құдайберген. Оқыған Сұңғат Ғазиз.